Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал бүгін бірге бәріміз сүйіп жейтін хит торт Whoopie Pie пісіреміз. Жалықтырмайтын классикаға айналған торттың оригинал рецептісімен бөлісемін. Бұл тортты әрбір қыз келіншек үйреніп алуы керек. Дайындалуы бойынша ең оңай торт, алдамын білесіздер қандай керемет екенін. Ең алдымен корждарын дайындаймыз. Оған жұмыртқа, қант, менде Қазақстан шоколады және сары май, сонымен қоса ұн, какао мен қопсытқыш қажет. Ең алдымен шоколад пен сары майды ерітіп аламыз. Мен осындай ыдысқа салып, баяу отқа қойып араластырып тұрамын. Келесі кезекте ұнға какао мен қопсытқышты қосып, мұқият араластырамыз. Шоколадты күйдіріп алу өте оңай. Сол себепті оны водяная баняда ерітсеңіз болады, немесе микроволновкада әрбір 10 секунд сайын араластырып ерітсеңіз болады. Мен сияқты бірден отқа қойсаңыздар, әрдайым араластырып тұру керек. Енді шоколадты суытамыз, ал жұмыртқамызға шым-шым тұз бен қант қосып 2 минут миксерлейміз. Ұзақ миксерлеудің, қанттың еруінің қажеті жоқ. Енді суыған шоколадты қосып араластырамыз. Келесі кезекте ұн, какао, қопсытқышты қосамыз. Ұнымыз жан-жаққа шашырамау үшін миксердің венчиктерімен оны қоспай араластырып алыңыз, кейін қосып миксерлеңіз. Дайын болған массаны корждарымыз біркелкі шығу үшін теңдей 4-ке бөлуіміз қажет. Ол үшін таразыны қолданамыз. Мен 21 сантиметрлік формаға әрбір коржға 180 граммнан саламын. Пеште пісіп шыққан соң корждардың диаметрі үлкейеді. Мен 21 сантиметрлік формаға салып жатырмын, ал нәтижесінде 22 сантиметрлік корждар шығады. Видеоның астына диаметрі 24 сантиметр шығатындай торттың рецептісін міндетті түрде қалдырамын. Массаны қолдан келгенше біркелкі етіп жайғастыруға тырысыңыз. 180 градуста 10-12 минут пісіреміз. Дәл осылай 4 корж пісіріп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Оған бізде творожный сыр, қант ұнтағы және де кілегей қажет болады. Барлық ингредиенттер суық тоңазытқыштан шыққан болуы керек. Творожный сыр мен қант ұнтағын жақсылап миксерлеп алдық. Енді үстіне суық кілегей қосамыз. Бастапқыда массамыз сұйық болады, бірақ 2-3 минут миксерлеген соң формасын ұстайтын үлпілдек кремге айналады. Миксердің жылдамдығын біртіндеп көтереміз. Творожный сырдың жартысын маскарпонемен алмастыруға болады. Креміңіз одан сайын дәмді болады. Миксерлеген кезде кремнің құрамына ауа кіреді. Сол себепті силиконды қалақшамен осылай мұқият кремді араластырып аламыз. Крем барлық корждарға біркелкі жетуі керек. Таразыны қолданып 3-ке бөлеміз. Бізге кондитерлік қап және дөңгелек насадка керек. Whoopie Pie'дің насадкасының диаметрі 10 мм немесе 15 мм болуы керек. Менде әрбір коржға 311 граммнан крем кетті. Тортымызды жинауды бастаймыз. Менде осындай айналатын үстелше және подложка, аз ғана крем тамызамыз. Корждарды осылай аударып жинайтын болсаңыз, крем жақсы сіңеді және разрез әдемі болады. Корждарыңыз бірдей біркелкі болып шықпаса, форманың көмегімен шеттерін кесіп алуға болады. Бұл Whoopie Pie'ді әрлеудің классикалық түрі. Қарапайым және әдемі. Қаласаңыз басқа насадкамен әрлесеңіз болады, немесе
торттың сыртын қаптап, басқаша безендіру жасасаңыз болады. Бұл рецепт бойынша әрдайым тапсырысқа жасайтынмын. Осы Whoopie Pie тортының авторының живой мастер-классына қатысқан болатынмын. Сол себепті мен ұсынып жатқан рецепт 100% сенімді. Ал соңғы коржды міндетті түрде бетімен қоямыз. Енді шоколадты ганаш әзірлейміз. Оған клейгей қажет болады және де осында 100 грамм Қазақстан шоколадын қолданамын. Клейгейді отқа қойып қайнағанша ысытып аламыз, бірақ қайнатпаймыз. Шоколадтың үстіне құямыз, 2 минутқа қалдырамыз, кейін силиконды қалақшаның көмегімен мұқият араластырамыз, осындай дәмді ганаш шығады. Шоколадты торттың ортасына біркелкі етіп құюға тырысамыз, спатуланың көмегімен шетіне қарай ығыстырып, ағызамыз. Тортымыз дайын болып қалды. Мен қолда бар, үйде бар нәрсемен әсемдедім. Менде бүгін фисташка жаңғақтары және аз ғана посыпка. Әрине, жидектермен, әсіресе құлпынаймен, таңқурамен әсемдесеңіз өте әдемі болады. Осындай әдемілік шықты. Міндетті түрде дайындаңыздар, сізге 100% ұнайды. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Комментарийге каналымда қандай видеоны көруді қалайсыздар, жазып кетіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсылықта жүздескенше.